Армысыздар, құрметті ағайын. Бүгін сіздерге бір керемет нәрсе айтқым келіп тұр. Естеріңізде бар ма? Осыдан бір 2 күн бұрын қолына көк паспортын ұстаған бір қандас мен Қазақстан Республикасының азаматтығын алдым, көк паспортымды алдым деп қуаныштан көз жасына еріп келген видеосы тарап еді. Сол видео жігіттің аты міне Тасқын деген батыр. Қазақстанға келгенде 1 жыл болса да міне азаматтығын алып үлгерді. Сол жігіт дәл қазіргі уақытта солтүстік Қазақстан Қызылжардағы біздің тәуекел ұйымының офисіне келіп тұр. Ал Тасқын, Қазақстанға қош келдік. Қош көрдік. Ой, рахмет, жүр, әңгіме дүкен құрамыз. Ал Тасқын бауырым, сенің мына азаматтық алдым, көк паспорт алдым деген видеоң, жүрек жарды видеоң бүкіл Қазақстанға тарады, өте әдемі етті, астында көптеген халық жазып отыр. Бірақ соның видеолардың астында байқап қалғаным, бұл жігіт Қазақстанда азаматтық қалай алып үлгерді? Өйткені қазір Қазақстан Республикасында азаматтық беруді негізі 5 жылға тоқтатып еді ғой деген сұрақтар болып жатыр. Оның жауабы, мына көші-қонмен айналысатын тәуекел ұйымының басшысы ретінде айтайын, бұл жігіт жаңағы Қазақстандағы пилоттық бағдарламаның іске қосылуына шамамен бір апта қалған кезде құжаттарын өткізіп үлгерген. Соның арқасында міне өздеріңіз көріп отырсыздар, Қазақстанның паспортының қолына тиіп, қуаныштан жарылардар болып отыр. Солай ма? Әрине. Әй, молодец. Ал, қалай екен біздің Қазақстан? Қазақстан өте тамаша. Мына азаматтығым қолыма тиіп, енді көзіме жасалып, жасқа ерік бергенім бар, бірақ та азаматтық алған мен азаматтық алдым деген екеуі бөлек екен. Азаматтық алам деген сөз ол тек қана жаңағындай болмаған іс. Азаматтық алдым деген ол қолыңдағы көк паспорт, Қазақстанның азаматы болу, ол бір жеке эмоция. Білмеймін, сіздер үшін көк паспорттың қадірі дәл мендегідей қымбат емес шығар, бірақ менің жүрегім жарылып тұр. Қазақстанның азаматымын. Ей, жарайсың. Жалпы негізі бар ғой, мына мен бәріне айтып отырмын, мына мемлекет ауыстыру деген нәрсе негізі оңай зат емес. Шешеден қайта туымен бірдей. Яғни қайтадан жаңа төлқұжат аласың, жүріп үйренесің, сөйлеп үйренесің деген сияқты. Қысқасы, Қазақстан Республикасының өкіметі сені 9 ай толғатты, Қанша уақыттан бері, мысалы Қазақстанға кіргенге қанша болды сен? Шамамен 1 жылдай болды. Міне 1 жылдың ішінде азаматтық алып отырсың, Сонда біздің өкімет сені 1 жыл толғатқан. Дұрыс. Жалпы негізі енді Қазақстанға келгендегі басты мақсатың қандай? Мен Қазақстанға келген кезде өткендегі видеомда да айтқам, мен бұл жерден бірдеме алайын деп келгем жоқ. Мүмкіндіктің барынша қолымда бармен бөлісіп, қазір рухани жөнінде болса да, кейін келешекте өзімнің жұмысымды жүргізіп алғаннан кейін, материалдық жағынан болса, шетелден келетін қазақтар үшін кішкене болса қолғабысымды материалдық жағынан көмектесейін деп келдім. Өте тамаша. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, алдында бір өкіметтің бір адамы Қазақстанға тек қана мықты жаңағы кәсіпке қабілеті бар, бәсекеге қабілетті азаматтар ғана керек. Міне сондай мықты азаматтар келіп жатыр. Қазір жасың нешеде сен? 34-те, бұйырса 35-ке шығам енді. Руың кім? Найман болам ғой. Ой, Найман. Қысқасы былай, жалпы негізі Қазақстан Республикасы мен Қытайдың айырмашылығы, басты айырмашылықтары қандай? Басты айырмашылықтары әрине айырмашылық болады. Мен өзім қазақ болып туылғаннан кейін маған Қазақстанға келу ол басқа әңгіме. Экономикалық даму жағын ешқандай нәрсе айтпай қояйық. Ең бастысы мен қазақпын. Қазақ еліне келдім, ең маңыздысы сол. Өте керемет. Ал енді қазір қандай бір кәсіп бірдеңкемен айналысып отырсың ба? Енді сен кеше ана видеода айтып қалдың да, енді мен осы азаматтықты алғаннан кейін бір елге пайдам тигізетін шаруалар жасағым келеді. Азаматтық алдың, енді не істейсің? Азаматтығымды алдым, енді бұйырса осы азаматтығымның маған беретін мүмкіндіктерін пайдалана отырып, Қазақстанда бір жақсы бизнес көздерін ашсам деп ойлаймын. Өте тамаша. Жалпы енді қандай кәсіп? Мына сен бір кішкене ағаштар алып келіпсің, осы мәселе туралы түсіндіріп жүр. Енді мына жерде қаншама қазақ көреді, сенің де кәсібіңнің дөңгелегіне сеп болып жүрек. Ал. Бұл Қытайдан жасалып келген ламинаттар, жерге қолға қоятын. Немістің технологиясымен жасалған 33-ші класстағы сапасына кепілдік беретін, жаңағы қиылыстары жақсы, су өткізбейтін, беті қырылудан қорғайтын өте сапалы ламинаттар. Бағасы нарық бағада, орташа бағада. Қалың екен, қалың. Мұны 12 мм-ліктері, бұның 8 мм-ліктері болады, міне мынадай. Бұның сапасына алған адамға мен өзім кепілдік беремін. Кез келген сапалық жағдайдағы проблемасы болса, мен іздеп келсеңіздер, мен ақшасын қайтарып беремін, болмаса қайтады басқа ламинат беремін. Сапасы сондай сенімді. Өте керемет. Қысқасы осы жерде бізді бәрінше көріп отырған азаматтар осы
азаматтың қанатына желіп өтіріп, мүмкіндігінше демеп, кәсібінің дөңгелеуіне сеп болар. Егер үйлеріңізге шынымен мынандай өте тамаша екен, ол шынымен сапасы мүлдем бөлек екен, салыстырмалы түрде. Қысқасы айтқан кезде, ламинат керек болса, осы бір қандас Тасқын бауырымызға хабарласыңыздар. Жақсы. Жарайды, кәсіп қой. Негізі отанға пайда тигізу деген дүниенің жолдары өте көп. Біреу білім мәселесінде, біреу жаңағындай осындай бизнес жасайды, тағы біреу құрылыста, бірақ отанға қызметтің ең ұлысы бар да. Ол халықтың санын арттыру. Енді осы тұрғыда қандай ойың бар? Енді айтшы. Алла бұйырса, үйленіп осы жақта қазақтың жан санын көбейтуге өз күшімді салам ғой. Ал, өте керемет. Ал, бауырым, қысқасы көп сөз боқ сөз дейді. Мына жерде енді анау жақтан тәуекел ұйымына келіп қалыпсың. Мен саған бір керемет осы тәуекел ұйымының атынан сый бергім келіп тұр. Жалпы негізінде заманда, мына жаугершілік замандарда ауыл шетіне жау шапқан кезде болсын, немесе басқа бір жерде үдере көшкен кезде, асығып көшіп бара жатқан кезде үлкендер айтады екен: шаңырақты тастама, қамшыңды тастама деп. Сол кезде шаңырақты тастама деген себебі, шаңырақ болса, оған қадалатын уық табылады дейді. Ал қолыңда қамшың болса, оны айдайтын мал табылады. Сол себепті міне елге келіп жатсың. Қысқасы айтқан кезде сенің мына кәсібің сәттілік тілеп, өз тізгінің өз қолыңда, мына бүкіл біздің қазақтың кәсіпкерлердің арасында атын оза шапқан керемет бір кәсіпкер болып айналуыңа тілектеспін. Сол үшін саған міне алтынмен апталып, күміспен қапталған осы қамшыны саған сыйға тартайын. Малды бол, жанды бол бауырым. Аман есен бол. Қазақстанға қош келдің. Кеш тағы бір құшақтайшы. Қазақ бауырым. Қазақстанға қош келдің бауырым. Ал, құрметті ағайын, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, қазақтың санына тағы бір қазақ қосылып жатыр. Осындай азаматтар, мына елдің шетіндегі, шетелде тұрып жатқан қазақ ағайын, есіңіз барда ел тауып, қазаққа ата мекеніңізге келіңіздер. Өзге елде сұлтан болғанша, өз елдеріңізде ұлтан болыңыздар. Ал енді Тасқын, біздің көрермендерге бір ауыз өзіңнің жылы лебізіңді білдіріп жер, сонымен осы видеомызды соңына жеткізейік. Ал. Шетелден келетін барлық қазақ бауырларыма айтарым, солтүстікке Бураханды әдеттегідей ешқандай күдікпен емес, сеніммен іздеп келе беріңіздер. Сіздерге қолынан келгенше барлық көмекті жасайды. Алла бұйырып амандық болып жатса, мен де өз қолымнан келгенін Бураханмен бірге көмектесуге дайынмын. Жарайсың Тасқын. Қысқасы сонау жақтан ат терлетіп біздің солтүстікке тәуекел ұйымына келгеніңе көп рахмет. Міне құрметті көрермен, өздеріңіз көріп отырсыздар, елге ел қосылғанда құт демекші біздің елдің санына тағы бір мықты бәсекеге қабілетті азамат қосылып жатыр. Қысқасы ағайын, бұйырса осындай мықты елдер біздің елімізге жиналатын болады. Дәл қазіргі уақытта осы үкімет осы пилоттық жобасын тоқтатып, азаматтарды, қандастарды қабылдау режимін бізге дұрыстап беретін болса, осындай мықты елдер бізге апта сайын, ай сайын көптеп келіп тұратын болады. Ал сол күнге жетейік. Рахмет сіздерге. Тәуекел, теріскей бізге аманат.